Дана, Томирис тұрлаулы мүшелерді қайталайық. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері бастауыш пен баяндауыш. Қимыл іс-әрекеттің иесін білдіретін сөзді бастауыш дейді. Бастауыш кім, кімдер, не, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, кешен салынды. Бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөздерді баяндауыш деп атайды. Баяндаушқа не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, ғимарат тұрғызылды. Бас қалада күн санап неше түрлі көз тартар ғимараттар бой көтеріп жатыр. Алина, осы сөйлемдегі ғимараттар сөзі бастауыш па, баяндауыш па? Ғимараттар сөзі бастауыш болады. Менің ағам Нұр-Сұлтан қаласында сәулетші болып жұмыс істейді. Сәулетші мамандығы туралы айтып берші. Сәулетші сәулет өнерінің маманы. Ол ғимараттардың нобайын сызады. Сәулетші болу үшін шеберлік пен терең білім қажет. Сондықтан еліміздің сәулет өнерін дамытқан азаматтардың еңбегін бағалауымыз керек. Көп рахмет, Томирис.